Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бауырды қалай қуыру керектігін тәсілін көрсетемін. Менімен бірге дайындап, каналыма жазылып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бауырдың бетіндегі қабығын алып тастаймыз. Қуыру барысында бізге кедергі келтіретін болады, сондықтан жан-жағындағы тұрған қабықты алып тастаймыз. Бауырды біркелкі етіп кесеміз. Менде қойдың бауыры, сиырдың, жылқының да бауырын қолдануға да болады. Турап болғаннан кейін бөлек ыдысқа салып, бір қасық тұзбен араластырамыз. Бауыр маринадталып болғанша пиязды жартылай сақина етіп, жұқа етіп тураймыз. Пиязбен қуыратын болғандықтан бауырды сүтке салмаймын. Табаға майды құйып қыздырамыз, бауырды саламыз. Қатты отта араластыра отыра қуырамыз. Бауыр қуырылып өз шырынын шығара бастаған кезде пиязды саламыз. Бауырды дайындағанда тұзды кішкене көбірек саласыздар. Пияз 2 есе аз болуы керек және оттың тілін түсіну керек. Осы 3 ережені ұстансаңыздар, сіздерде де тәтті болып шығады. Бізде бауыр тез піседі, 15 минут уақыттарыңыз кетеді. Осы барлық процесте оттың асты бізде қатты болып тұруы керек. Үстіне тағы да қарабұрыш пен тұз себеміз. Бауыр мен пияз бізде тәтті дәм бергендіктен тұзды кішкене көбірек саламыз. Дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ендігі видео рецептте қандай тағам түрін жасағанымды қалайсыздар, комментарийға жазыңыздар. Және де ең бастысы махаббатпен дайындаңыздар, сонда сіздерде барлығы болады. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған Гүлназ.